Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Айданка Серікбаева. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ерекше креммен жасалатын шарлотка пирогын дайындайтын боламыз. Олай болса видеоны соңына дейін қарап, видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Осы заварной креммен жасалған шарлотка пирогы маған өте қатты ұнады. Олай болса сіздерде жасап көріңіздер. Ең бірінші кремді дайындауға кірісеміз. Олай болса асты қалың кастрюляны алып, ішіне 1 литр сүтімізді қойып, газға қойып қоямыз. Одан кейін бізге қажетті қант, жұмыртқа және де кукуруз крахмалы, ванилин, сары май қажет болады. Осылардың барлығын сүтіміз қайнағанға дейін жақсылап араластырып, сұйық консистенция болғанша араластырамыз. Жұмыртқамызды салдық, ванилинді, енді қантымызды саламыз. Осыларды араластырып, одан кейін барып кукуруз крахмалын салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Егер сіздерге жұмыртқаның өзі ғана араластыруға қиындық туғызса, салқын сүттен аздап қосып, барлығын бірге араластырсаңыздар жеңілірек болады. Міне осындай сұйықтықта дайындап алдым. Сол дайындап алған сұйықтығымызды осылай сүт енді қайнайын деп жатқан кезде ішіне салып, үзбей араластыра отырып, газдың астын жай қойып, қою консистенция болғанша үздіксіз араластырамыз. Егер де үздіксіз араластырмайтын болсақ, біздің креміміздің асты тартып күйіп кетуі мүмкін. Міне осындай қоюлыққа енген кезде газдың астын сөндіріп, бөлек алатын боламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз, іртіктері болмауы қажет. Одан кейін қажетті сары майымызды салып, сары май толық ерігенше тағы да араластыратын боламыз. Сары май толық еріп, араластырып болғаннан кейін бетін осындай пленкамен жауып, салқын жерге қойып қоямыз. Егерде бетін пленкамен жаппайтын болсақ, беті қаязып кетуі мүмкін. Сол себепті міндетті түрде жабыңыздар. Енді біздің бисквитіміздің, яғни пирогымыздың қамырын дайындауға кірісеміз. Ол үшін 4 жұмыртқа, үстіне қантымызды салып, қантымыз толық ерігенше үздіксіз араластырамыз миксермен. Осылай аппақ болғанша әдемілеп араластырып, одан кейін үстіне ертілген сары майымызды саламыз, және де менде аздап сметана 15%, осыларды салып, жақсылап тағы да миксерлейміз. Енді құрғақ ингредиенттерді біріктіріп аламыз, яғни қопсытқышты ұнның үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін барып, ұнды 2-3 бөліп, салып, тағы да миксерлейтін боламыз. Онды салып болғаннан кейін миксерді бірден қоспас бұрын осылай сәл араластырып алып барып миксерлейміз, себебі ұнымыз қатты шашырап, қолайсыздық тудыртуы мүмкін. Достар, егер сіздерге менің видеоларым ұнап жатса, поделиться дегенді басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Бисквитіміз дайын болды. Енді бұны бір шетке қоя тұрып, салмасын дайындаймыз. Яғни салмасы бізде алма. Алдын ала алманың сыртын ашып алдым. Одан кейін осылай ішіндегілерін де тазартып, жұқа-жұқа бөліктерге бөліп, турап дайындап алдым. Одан кейін осындай ыдысымыздың ішіне пергамент қағазын төсеп алдым. Егер сіздерде асты жабысып қала беретін пергамент болса, міндетті түрде күнбағыс майымен майлап алыңыздар.
Одан кейін бірінші алмасын салып, үстіне бисквитті салып, осылай бір тегіс етіп бисквитті жайып шығамыз. Міне біздің заварной креміміз де әдемі болып салқындады. Енді кремді осындай арнайы кондитерлі мешокқа салып, жаңағы бисквитіміздің бетіне жайып шығатын боламыз, яғни жағып шығамыз узор қылып. Одан кейін бетіне өз қалауларыңыз бойынша кез келген узор түрінде істесеңіздер болады. Мен осылай домалақ етіп жайып шықтым. Және де бұл заварной крем менің ең сүйікті кремдерімнің бірі болғандықтан мен оны көп етіп жақтым. Егер сіздерге олай ұнамайтын болса, осылай аздап қана жағып шықсаңыздар болады. Осы кремді толықтай жағып болғаннан кейін қызып тұрған духовкада 30-35 минуттай духовканың аузын мүлдем ашпай пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз толықтай дайын болды. Әлі ып-ыстық қарап тұрсаңыздар, осылай шет-шетін пышақтың көмегімен кесіп босатып аламыз ыдысынан. Сол кезде бізге ыдысын алу оңай болады. Одан кейін бетін өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Жеміс-жидектермен, мен сахарный пудрамен осылай әсемдедім. Осы пирогты дәл осы креммен міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.